бір кісінің әйелі өте мінез жаман екен, мінез өте нашар екен да. Сондай әке шешесін қалдырмайды екен, айтқанын істемейді, енді өте мінез жаман екен. Жаңағы былапыт сөздер айтады, әке шешесін жеті атасына жинап апарып тастайды екен да, былапыт сөз айтқан кезде. Бірақ өте сабырлы екен. Сонда адамдар таң қалып сұрайды ғой, сіз неге сонша уақыттан бері осы әйеліңізге сабыр етіп келе жатсыз, ажырасып кетпейсіз ба десе, ол кісі айтты да, Алла тағала маған мал дүниені, денсаулықты, бала шағаны барлығын кемел етіп беріп қойды. Егер мен ойлаймын, менің мына өмірдегі сынағым осы әйелім. Ал егер бұл әйелден ажырасатын болсам, Алла тағала маған басқа бір сынақты жіберіп, ал мен ол сынақты көтере алмай қалам ба деп қорқамын дейді екен да. Мен мына сынаққа сабыр етейін, одан да ол үстіп өткізіп жіберейін дейді екен. Сондықтан да қандай да бір іспен бетпе-бет келген кезде, қандай да бір сынақпен бетпе-бет келген кезде сіз ойланыңыз, Алла тағала сізге сол көтере алатын кішкентай ғана бір сынақты беріп жатыр. Алла тағала қаласа, сіз көтере алмайтын, сізге қиын болған сынақтарды беруге қауқарлы құдірет жетуші еді. Алла амандық берсін.